Сәлем баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Алдымен бізге блендерден майдаланған печенье керек болады. Әртүрлі печенье болса да бола береді. Топленый болса да, басқаша болса да бола береді. Қандай печенье болса да. Печеньямызға 50 грамм сары майды салып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 2 қасық какао салып, оны да жақсылап араластырамыз. Какаомызды салып жақсылап араластырып алғаннан кейін, құйылтырған сүт, яғни сгущенкамызды 2 қасық, үлкен қасықты 2 қасық салып, қолдың көмегімен жақсылап араластырып, формочкалар жасайтын боламыз. Қатты нығыздап істеуіміз керек. Әйтпесе шашылып кетуі мүмкін. Дәл осындай формаларды қолдың көмегімен жасайсыздар. Балдарыңыз жемей, әр жерде бір қалған печеньялар болса, солардың барлығын жинап, осындай етіп істеп берсеңіздер, балдарыңыз ұнатып жеп қояды. Кукурузный хлопьялар болады. Осындай кукурузный хлопьялардың көмегімен шеттеріне сәндеп шығамыз. Осындай етіп қойып шығасыздар. Істеп алған формамызға жай-жаймен орналастырып шығамыз. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді тигізіңіздер. Подписаться етіп, лайк басылып, видеомды соңына дейін көріп кетіңіздер. Әлі алда қызықты, ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Жаңа жылдық дастарханыңызда ерекше болып, сәнді болып тұратын печенье болады бұл. Кукурузный хлопьяларымызды осылай етіп орналастырып аласыздар. Шили қатты баспаймыз. Әйтпесе формамыз шашылып кетуі мүмкін. Бұл печеньяның намы шишка конусы. Шыршаның конустары деп аталады. Міне, печеньямыз да дайын болып қалды. Балдарыңызға да ұнайды дәмі. Дастарханыңызда да ерекше болып тұрады. Мінеки дайын болды. Енді мен майдаланған қант ұпаларын сеуіп шықтым үстіне. Аппақ қар жауғандай әдемі болып тұрсын деп. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де балдарыңызға да ұнауы сөзсіз. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.